Алматы жұрты орталық мешіттен актер Мұрат Бисенбинді соңғы сапарға шығарып салды. Ол 8 қаңтар күні 54 жасына қараған шағында өмірден өтті. Соңғы 1 жыл бойы актер онкологиялық дертпен күрескен, ал желтоқсан айында инсульт алған. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Актердің әкесі Болат Бисенбин ұлының өте талантты болғанын, ағылшын тілін жақсы меңгергенін және салауатты өмір салтын ұстанғанын айтты. Мұрат Бисенбин кино мен телесериалдардағы рөлдері арқылы көпшілікке танылды. Артында жары мен 3 баласы қалды. Соңғы кездері жағдайы нашарлап кетіп еді. 8 қаңтарда Мұраттан айырылып қалдық деп естіртті. Өте ауыр. Қазақта ең қиыны балаңның артында қалғаның деп айтады ғой. Балалар бізді жерлеуі керек еді. Керісінше емес. Темекі тартпады, ішпеді, спортпен айналысты. Өнерге жақын болып, киноға түсті. Қандай актер екеніне халық баға берді ғой, деді Болат Бисенбин. Қадірлі көрермендер, ата-аналарды өте қатты түсінемін. Расымен де өзіңнің ұлыңды жерлеуден асқан қасірет жоқ шығар. Мұрат Бисенбин керемет актер еді ғой. Өнер адамының өмірі сахнада, экранда жарқырап көрінгенмен, оның ар жағында қандай күрес, қандай ауыртпалық жатқанын көпшілік біле бермейді. Соңғы 1 жыл бойы онкологиялық дертпен арпалысып, үстіне инсульт алғанын естігенде, оның өмірден өтуі қаншалықты ауыр жағдайда болғанын сезінесің. Әкесінің айтқан сөздері кез келген ата-ананың жанын түсінетін, адамның жүрегін ауыртады. Баласын жерлеу ең ауыр сынақ. Темекі тартпай, ішімдік ішпей, спортпен шұғылданып, таза өмір сүрген адамның да тағдырдан қашып құтыла алмайтыны осы жерде тағы бір рет ойға келеді. Бұл өмірдің қатал шындығы шығар. Мұрат Бисенбин артында жары мен 3 баласын қалдырды. Ең бастысы оның есімі экрандағы рөлдермен, әріптестерінің, көрерменнің жүрегіндегі жылы естеліктермен сақталады. Ағамыздың жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. Иман саламат болсын.